أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala barşamızға бүгінгі жұма күнін құтты берекелі етсін. Жасаған дуа тілектерімізді, хайыр ихсандарымызды, садақаларымызды Алла тағалам өзі қабыл етсін. Атамыздың сөзінде бір түсініктеме немесе бір кеңінен айтқым келіп отыр. Қасым атамызға Алла разы болсын, әрқашанда осындай уағызда барынша көңіл бөлуге жұртты шақырады. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітте уағыз айтып отырғанда 3 адам кіріп келеді. Бір адам келіп жамағаттың ішіне келіп қосылады. Екінші бір адам шетте отырады ортада. Үшінші бір адам келеді де шығып кетіп қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы 3 адамның сендерге халін баяндап берейін ба дейді. Бірінші адам келді, ортаға келіп қосылды, Алла тағала оны мейіріміне бөлейді дейді. Екінші бір адам келді, ортаға кіруден ұялды, сығылды, қысылды. Адамдар табиғат әрі қалай ғой. Бір жаққа барып отырды, Алла оны да мейіріміне бөлейді дейді. Ал үшінші бір адам жүзе көріп шығып кетті, Алла тағала қияметте ол пендеге қарамайды дейді Құдай жатасында. Сол үшін уағыз айтылған уақытта барынша уағызға 100% көңіл бөлген жөн. Мынау құтпа деген бар. Құтпада сөйлеуге болмайды. Тыныш отыр, немесе кейде бір жағдай сұрап қоямыз, біреу келіп қалса амандасып қоямыз, ол нәрсе құтпа айтылып жатқан уақытта болмайды. Неге деген уақытта құрметті жамағат, құтпа айтылған кезде құтпа тыңдау керек. Өйткені Алланың кәләмі, сөзі Құраннан, пайғамбардың сүннатын, хадисін, дінімізді айтқаннан кейін барлық адам оған құлақ салып тыңдау керек. Сол секілді барлық уағыздар сондай құрметті жамағатына өкінішке орай. Біздің кейбір жігіттер, имам бауырларымыз уағыз айтып жатса, наушник құлағына тағып алады ғой. Бұл жақсы емес негізі. Кей кезде имамдар уағыз айтып жатса, кейбір жігіттер сыртта отырады, айтып болсын айтарын деп жаман сөздермен неғылады, сыртта күтіп отырады да, уағыз біткеннен кейін кіреді. Бірақ ойлайды, біз үлкен жақсылықты жасап жатырмыз деп. Бірақ біліңіздер, бағана хадиске кіріп қалатын болса, қияметте жағдайы қиын болады. Сол үшін өкінішке орай кейде біз білімсіздігіміз себепті басқа біреулерге, тіпті шетелге еліктегеніміз себепті кей мәселелерде осындай діни құндылықтан айырылып қалады екенбіз да. Мысал ретінде айтатын болсақ, мына біз жамағатпен тәсіп тартамыз, білеміз, бүкіл мешіттерде. Бұның сауабы өте көп негізі. Бірақ кейбір жігіттер бидғат дейді өзі тартады да, жамағатпен дұға жасамайды. Ал жамағаттың дұғасы құрметті ағайын қабыл деген әңгіме. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, мұсылмандардың бірі дұға қылып, қалғандары әмин деп тұрса, Алла тағала олардың дұғасын сөзсіз қабыл етеді дейді, хадисте осылай келеді. Білеміз, бір қиындық жағдай болған кезде әрқашан мұсылмандар жиналып, міне тасаттық деген бар бізде, білеміз. Халық не істейді, жаңбыр жауын жоқ кезде бүкілі жиналып, қырға барып, құрбандығын шалып, Құдайға дұға етеді. Қазақта әдемі сөз бар, қырықтың бірі қыдыр дейді. Оның бірінің дұғасы қабыл болса болды, ол қыдыр деген сөз, дұғасы қабыл деген сөз, құрметті ағайын. Абу Ханифа Алла рахымына бөлесін, бұл кісіде жаңағы ауылында мешіт бар екен, және ұзақ жерде судан өтіп баратын және бір мешіт бар екен да. Ол мешіт не екен? Судың арғы бетінде, үлкен екен да. Абу Ханифа сол мешітке барады екен. Не үшін барасыз ол мешітке? Үйіңіздің алдында мешіт тұрған жоқ па десе, ол жерде жамағат көп болады, көптің дұғасы қабыл, дұғам қабыл болады деп сол жерге барам деп жауап берген екен, құрметті ағайын. Сол үшін біз өкінішке орай кейде мынау өзіміздің ұстанымды, өзіміздің осы ата-бабамыздың ұстанып келе жатқан Ханафи мазхабы, Матурidi ақидасын кейде жетік білместен, өзгелердің жетегінде кетіп, өзіміздің осындай шариғаттың ұлы сауаптарынан айырылып қалатын жағдайлар болады екен. Сұрап қарасаң, барлығына білімсіздің арқасында, құрметті ағайын. Сол үшін атамызға Алла разы болсын. Әрқашанда осы уағыз айтылғанда құлақ салып, имамдардың уағызын тыңдайтын болсақ, иншалла бәрі жақсы болады. Мына кейде имамдар жай уағызында деп айтатын болсаң, әркім әр түрлі әңгіме айтады, құрметті ағайында. Бірақ бір мәселе, қай жерде уағыз тыңдаймыз? Қай жерде уағыз тыңдаймыз басқа? Телефонда тыңдаймыз. Әркім әртүрлі уағыз жібереді, әртүрлі уағызшылар.
Қазақ айтады, жылтырағанның бәрі алтын емес дейді. Кімнің қандай екенін білмейсіз, бірақ мешітте отырған имамдар ресми. Бұл айтқанда өзіміздің ұлттық құндылықтарды құрметтейтін, өзіміздің ата-бабамыздың ұстанымында жүрген. Неге мен ата-бабаның ұстанымы деп көп айттым? Адамдар ойлайды кезде, діннің бәрі бір емес пе, бір Алла құлшылық қыламыз, әртүрлі болған не жамандығы бар деп айтатындар да бар да. Қазақ айтады, төте түгел болса төбетеге келеді. Адамның ауызбіршілігі, ой пікірінің бөліктігі, әртүрлі болуы адамды бөлінуге алып келеді. Дін мәселесінде. Мысалы, мен оқып жүрген кезде маған келді де, Грузия және басқа елдің балдары болатын, бірге оқитын да. Дінмұхаммед, сен неғып намазды кіндіктің астында қолын қойып оқисың дейді. Неге қол көтермейсің? Неге сен бүйтесің? Өйткені айтқым келіп тұрған мәселе, адам өзінің ұстанған, өзінің сенгенін жанындағыларға айтады, ол әсер етеді ол. Мен айттым да, мен Ханафи мазхабын ұстанамын. Бізде әйелдер кеудеге қолын қояды, ер азаматтар қоймайды. Білеміз ғой, дұрыс па? Әжелеріміз, апаларымыз намаз оқығанда қайтып оқиды, осылай оқиды да, былай кеудесіне қояды. Әйел кісілер, ер кісілер емес. Айттым да, бізде дедім, әйел кісілер кеудеге қояды, ер азаматтар кіндіктің астына қояды. Сөйтсем, болмайды ғой, хадис қой, хадис айтып бердім, тыңдаған жоқ та мен. Сөйтіп, сол жердегі бір ұстазымыз хадис айтып берді оған. Сол хадистерді жинақтап айтып берген кезде кіндіктің астына қою хадисін. Ана басын иіп қалды да, айттым, сен дедім, білімсіз дедім, пікірталас болса, бірінші оқы, үйрен, енді келдің. Сол үшін құрметті жамағат, айтым келіп тұрған мәселе, сөзді ұзартып жіберсем айып етпеңіздер, айтым келетін мәселе осы, имамдар тыңдаңыз деп айтатынымыз, біз ауызбіршілікте, біз татулықта өмір сүргіміз келеді. Бейбітшілікте әрқашан дұға етеміз, Алла Тағала еліміздің тәуелсіздігі мәңгі қалсын деп. Ауызбіршілік болатын болса, баршамыздың ұстанымыз бір болатын болса, Алла амандық берсе, ол жақсылықтар бізден ешқашан кетпейді иншалла. Енді бүгінгі тақырып, Алла амандық берсе, мұсылманның келбеті қандай болу керек? Білеміз, егемендіктің алғашқы жылдарында намаз оқысақ қуанатынбыз, үлкен ағаларымыз біледі. Мешітке барсақ қуанатын. Бірақ сондай замандар келді, қорқасың. Сақал, мысалы үшін қазір қараңызда, кино көрсеңіздер, баяғы заманның кинолары бар ғой. Батырлардың бәрінде не бар? Бәрі сақалды. Қытай кино, қандай кино көрсең, бәрі сақалды көрсетеді. Қазақтың да мысалы үшін кинолары шығып жатыр, батырлардың. Не бір? Алмас Қылышбай және басқа да. Бәрінде қарасаң не? Бәрі сақалды да. Бірақ қазір қорқасың да. Енді айтып келіп тұрған мәселе не? Біз қашан мұсылмандық келбетімізді, немесе мұсылманның бойында табылу керек болған мінез құлықтар бізде жоғалатын болса, адамдар үрейлене бастайды екен да. Бірақ шындығына келгенде дін оған шақырама, дін шақырмайды. Бірақ кейбір адамдардың білімсіздігінен, немесе нәпсіге ерігендігі себеп не қылды? Осындай жағдай болып жатыр, құрметті ағайын. Бұның себебі адамдар дінді дінмен емес, адамдармен бағалайтын заман болып кетті. Бір адамның кемшілігін көресің де, бүкіл адам сондай деп ойлайсың да. Бір қазақта сөз бар ғой, жаман халық болмайды, жаман адам болады дейді. Бұл сөз секілді ішінде күнәһар да болады ғой, болмайды емес. Сол үшін адам баласы ең біріншіне өзінің бойын түзеу керек. Мұсылманға лайықты амал ету керек. Сол үшін құрметті ағайын, бүгінгі тақырыбымыз сол екен. Мынау Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде мынау қияметте азаптан құтылатын, қабірдің азабынан құтылатын момындардың сипатын былай сипаттайды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қад афлахал муъминун الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق الله العظيم. Арасында момындар бақытқа жетті. Құтылды. Неден құтылды? Қияметтің азабынан, қабірдің азабынан құтылды. Ол қандай момындар? Құтылатын момындар кімдер деген кезде, олар намаздарын хушумен, ықыласпен оқитындар. Өкінішке орай кейде сұрақ қоямыз, намаз оқимын, ойым бұзылып кете береді, намаз оқимын, неше рәкат болған білмей қалам, кейде намаз оқығым келеді, бірақ оқи алмаймын деген адамдар бар. Жағдайлары қалай? Бірақ қараңызда,
адам намаз оқыған кезде намаз оқуға не қылу керек? Сіз асығуыңыз керек. Намаз сағынуыңыз керек. Намазға тұрған кезде сіздегі жүрек тыныштығы біліну керек, құрметті ағайын. Сіз ол жерден ләззат алуыңыз керек. Намаздың ләззатын сезіне білуіңіз керек. Кейбір адамдарды көресіздер, намаз оқығанда ұзақ намаз оқиды. 5 уақыт намаз мешітте оқиды. Намаз уақыты келсе болды, орнында отыра алмайтын адамдарды мен көзбен көріп жатырмын да. Сондай адамдар бар. Бар кейбір кісілер көресің де таң қаласың. Бар кейбір кісілер айтады, мынау 5 уақыт намазға бекем дейді да, намаз уақыты келетін болса асығып тұрады. Ол қалай менде ондай жоқ дейді да. Бәрімізде ол болады. Бірақ бір мәселеде біз сол намазды жақсы көруіміз керек. Біз сол намазға дайын болуымыз керек. Мысалы, қарапайым мәселе, жұмаға келер алдын не істейміз? Дайындаламыз. Дұрыс қой. Бетімізді ішіп аламыз, әдемі киімді киеміз, мүмкін болса алдын жуынып аламыз, дәретімізді алып, дайындықпен келеміз да, біздің жұмаға келген, немесе жұма намазына келген жағдайымызбен, халімізбен, басқа намаздар келген халдің айырмашылығы бар да. Үйде оқыған намаздар. Неге? Сіз мынаған дайындалып келе жатсыз да. Имамның уағызын тыңдауға ерте келесіз, одан кейін бірге жұма жамағатпен намаз оқисыз, шыққан кезде бір көңіліңізде бір рахат сезінесіз да. Мен оразаға келген уақытта бәріңіз қараңыз, көп адам оразаға дайындалады негізі. Ораза айтып, ораза келеді, ораза ауыз бекітіп, оразада күні бойы ораза ұстап, кешке не істейді, ауыз ашқанда бір рахаттанып, бір сол оразаның бір дәмін сезінгендей болады да. Өйткені неге? Дайындық, құрметті ағайын. Бұлар қараң, ықыласпен намаз оқу үшін намазға дайындалу керек. Шариғатта білеміз ғой, намаз оқу үшін сыртта 6 шарты бар. Іште 6 парыз, сыртта 6 парыз дейді. Сырттағы 6 парыздың біріне үлкен кіші дәреттен таза болу, киім таза болу, оқитын намаз оқитын жер таза болу. Қараңызшы, тазалыққа байланысты да бәрі нәрсе. Ал егін ниет, қараңызшы, ниет те бар. Айтын кеп тұрған мәселе, оқитын жерің, киімің, бойың таза болғаннан кейін сен жүрегің таза болу керек та. Міне жүрек таза болған кезде ғана не? Біздің намазымыз, құрметті ағайын, ықыласты болады. Ол деген дүние, намаз оқығанда сен жалықпайсың, намаз тез бітіргің келмейді, сен ұзақ оқығың келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір ракатқа Бақара, Али Имран, Ниса сүресін оқитын болған. Таравих намазда Бақара сүресін оқысаң қиналып қаласың. Бірақ ықылас болған кезде бұның барлығы жеңіл болып кетеді екен, құрметті ағайын. Сол үшін намаз ықыласпен оқиды екен. Олар бос, пайдасыз нәрселерден аулақ дейді. Намаз деді ғой. Енді намазға әсер ететін нәрсе бос сөз, пайдасыз нәрсенің барлығы намазға әсер етеді екен. Сол үшін екінші сипаты, олар жаман сөздерден, пайдасыз нәрселерден аулақ болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, адамның дінінің әдемілігі, көркемділігі өзіне керек емес нәрсемен айланыспауы дейді. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi дейді, қараңыз да. Өйткені бұл не? Момынның бойында табылу керек болған сипат. Өсек әңгіме, жаңағыдай біреуді ғибаттау, біреуді жамандау, отырып, біреуді естісең де, кейде мен кеше бір пікір оқимыз ғой, жазылған ютубта бар, инстаграм бар, тикток бар. Оқып жатқан кезде пікірлерді көрсең, біреу бір әңгіме айтады да, ол әңгіме негіз жоқ. Астында біреу жазып қояды, мен солай естіген сияқтымын деп жазып қояды да. Айтып жатқан мәселе бір болмайтын бір нәрсеге пікір қосқысы келеді да. Бұл деген нәрсе сенімсіз, дұрыс емес нәрсеге бір пікір айтып, сөз сөйлеп қалғысы келеді. Біліңіздер де, әрбір сөзде жазып алатын періштелер бар. Сол үшін әрқашан бос сөздерден, пайдасыз нәрселерден аулақ болу керек. Олар зекеттерін өтейді дейді, үшінші мәселе. Зекет деген дүние, құрметті ағайын, мынау айтылып кететін мәселе, біз білейікті, Алла Тағала бізге дүниені береді, Алла Тағала. Біз ешқашанда өзіміздің ақылдылығымызбен дүние тауып жатқан жоқпыз, құрметті ағайын. Не бір вундеркиндтер бар, басы сондай қатты істейді да, дүние іші жоқ та. Не бір басы мықты істейтіндер бар. Бірақ Құдай сақтасын да, бомж болып өткен, Құдай сақтасын. Кейбір адамдардың ұстап өмір тарихын сұрайтын болсаң сондай да. Кейбір адамдарды көресің, бір өмірде жеткен бір жетістігі жоқ, бірақ басына қарасың өте мықты да. Сол үшін, құрметті ағайын, бір айтатын мәселе, сіздегі дүние ақылдылығыңыздан емес. Бұл Алла Тағаланың сізге берген нығметі. Егер сіз оған дұрыс көңіл бөліп, адал жолмен тауып, орнына дұрыс жұмсай алсаңыз. Өйткені Алла Тағала береді, адам бұны ақылдылықпен таппайды. Кейде білеміз, не бір басы мықтылар бар. Банкрот болған кезде ешкім көмектесе алмай қалады. Бір құлағаннан кейін қайтып тұра алмай қалып жатқан адамдар жоқ емес бар да.
Сол үшін Құдай сақтасын ондайдан да. Сол үшін әрбір адам не байма зекет беру керек. Зекет өйткені әрбір байда кембағалдардың, мұқтаждардың, жағдайы жоқ адамдардың хақысы бар. Олардың хақсын беру керек. Үшіншісіне олар зекетін береді дейді. Және де олар әуреттерін сақтайды дейді. Шынайы мұсылман адам әуреттерін сақтайды. Ол зинаға бармайды. Қараңызда. Өзі разы болды, өзі қалады, өзі шақырды. Мен әшін ұсыныс тастадым, ол қабыл еткен әңгімелер болмайды. Алла субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уала тақрабуз зина" дейді. Зинаға жақындамаңдар дейді. Ол деген дүние зинаға баратын жолдан аулақ болыңдар. Өйткені ол арсыздық, ол жаман әдет. Ешқандай адам Құдай сақтасында өзінің отбасынан қаламайтын дүние ол. Ар намысы бар адамдар. Қазақ айтады ғой, жігітті намыс қоянда қамыс дейді. Ар намысы бар адамдарға бұл өте ауыр да. Сол үшін әрқашанда не адам өзінің әурет жерін сақтау керек екен. Олар өз аманаттарына, уәделеріне берік болғандар. Аманат деген дүние, құрметті ағайын, тоқталып кететін мәселе түрі көп. Бір әрқашанда адам баласына аманатқа қиянат жасамау керек. Бұл мұсылмандан бойында табылған дүние. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық келгенімен арабтар не қылатын? Меккеліктер пайғамбарымызға өзінің заттарын сеніп тапсыратын. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не қылмайтын? Аманатқа қиянат жасамайтын мүлдем да. Сол үшін пайғамбарға аманатын беріп кететін. Білеміз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге көшті. Көшкен уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Али ибн Аби Талибті орнына жатқызып кетті. Не үшін білесіздер ме? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямда меккеліктердің аманаты бар еді да. Айтса болар, сендер мені мына жерге сыйдырмадыңдар, маған жамандық қылдыңдар, аманаттарың сақтадың деп қиянат жасаса болар еді. Бірақ пайғамбар жасамайды да. Өйткені ол шынайы пайғамбар. Бұл айтқан Алла Тағала Құран-ы Кәрімде: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Шынында сендер үшін Алланың елшісінде көркем өнегелер бар деді. Пайғамбарда үмбет үшін өнеге бар еді, құрметті ағайын. Сол үшін не қылды? Қиянат жасаған жоқ. Және бір мәселе, құрметті ағайын, уәдеде мұсылман адам берік болады. Бағана сөзге оралатын болса, құрметті ағайын, қараңызшы. Намаз оқысаң былай болады, намаз оқысаң былай. Жоқ, намаз оқитын адам, мұсылман адам осы сипатта болу керек та, құрметті ағайын. Аманатқа қиянат жасамау керек ол. Біреудің малына, біреудің дүниесіне, біреудің отбасына ол көз алайтпайды ол. Ол Құдайдан қорқады. Мына өмірде айтады ғой, қанша өмір сүр дейді. Қанша? Нұх пайғамбардың өмірін сүр дейді. 950. Негізі 1050 жыл өмір сүрген өксі. 950 жыл ол Алла Тағаланың жолына адамдар шақырды. 1050 жыл өмір сүрген дейді ол кісіні. 1050 жыл өмір сүр. 2000 жыл өмір сүрші, бәрі бітеді ғой. Мысалы үшін, қай нәрсені жақсы, дүниені жақсы көр, адамды кімді жақсы көр? Бір күні сені тастайды ол, сен тастайсың болмасам да. Сол үшін адам баласына әрқашанда бойына жақсы қасиеттерді сіңдіре білген дұрыс, құрметті ағайын. Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисінде былай дейді: "Әл-муслим ман салимал муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi" дейді. Шынайы мұсылман адам өзге адамдар оның қолынан да тілінен де зиян көрмеген дейді. Қараңыздар. Тоқталып кеткен бір мәселе бар, құрметті ағайын, осы жерде. Мынау кейде біз намаз оқи бастаймыз. Намаз оқығаннан кейін намаз оқымайтындарға әңгіме айта бастаймыз да. Намаз оқымайсың ба? Өйтпейсің ба, бүйтпейсің ба деп. Бірақ бұл, құрметті ағайын, бұл сөз біреуге дөрекілік көрсету, неге өйтпейсің деп айту неге дұрыс емес. Неге деген уақытта, құрметті ағайын, Алла субхану ва тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннака лан тахди ман ахбабта, валакинна Аллах яхди ман яша" дейді. Сен қалаған адамыңды тура жолға сала алмайсың, оны Алла ғана салады дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін біз дұға етейік. Өкінішке орай да, кей кезде адамдар дөрекі анау өйтіп оқымайды, өйтпейді, бүйтпейді деп дөрекі сөйлейді. Дөрекі сөйлеуге болмайды. Алла субхану ва тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға былай дейді. Қараңызда. Кейде намаз оқыдым деп кейде өзгелерге қатты сөйлеп қоямыз ғой, ол болмайды негізі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала былай бұйырады: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум, ва лау кунта фаддан галидал қалб ланфадду мин хаулик" дейді. Алланың мейірімі себепті сен жұмсақ болдың өзіңді қоршаған ортаға дейді. Егер сен қатыгез қопал болғаныңда, қатты жүрек болғаныңда дейді, сенен безіп кететін еді. Қараңызда.
пайғамбарға айтып жатқан сөзі адам жұмсақ болу керек. Қараң да, мына хадисті қарашы. Мұсылман адам, өзге адамдар оның тілінен де қолынан да зиян шекпеген адам. Өзге адамдар дейді. Сол үшін аза беруге тілмен де қолмен де құрметті ағайын болмайды екен да. Мен лисани ва яди, тілмен де қолмен де батыр. Сол үшін құрметті ағайын, бір мәселе осы. Екінші бір мәселе, енді өкінішке орай кейбір адамдар бар ғой, мысалы үшін Құдай сақтасын да, сені бидғатшы дейді, үстінен беймарал отырып әңгіме айта беретіндер болады. Қаныңды адал етіп алып айтатындар болады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Өйткені сен тіл арқылы зиян беріп жатсың. Мынау хадисте келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, муфлис деген кім білесіздер ме? Муфлис. Сахабалар тұрады, ол Алланың елшісі, бізде ол кедей адам дейді да. Өте кедей адам дейді. Шариғаттағысын Алла және оның елшісі береді дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады да, ол адам қияметте 5 уақыт намазы толық, зекет, қажылық, бүкіл амалдары толық адам дейді да. Бірақ оның дейді, өзгелерге жасаған зұлымдық өте көп дейді. Ол тілмен де, қолмен де зұлымдық жасағанда, біреуге жәбір көрсеткен, біреуді ар намысын таптаған, біреуді ғибаттаған, біреуді өсектеген адам да, Құдай сақтасын. Қияметте келген уақытта не қылады? Оның зұлымдығы көп емес пе? Кімге қалай зұлымдық еткен болса, сауабын солай бере береді екен ғой, Құдай сақтасын. Ол жерде Алла әділ. Алла ешкім хақсын жемейді да. Айтады ғой, мүйізі бар қошқар, мүйізі жоқ қошқар сүзетін болса, қияметте соны алып береді дейді. Алланың әділдігі сол да. Сол үшін, ал енді оның сауабы қалмайды ғой, сауапта бір шектеулі ғой. Енді не дейді, бірақ зұлымдық оның көп дейді да. Анағана зұлымдық еткен, манағана зұлымдық еткен, не істейді? Ана адамдардың барлығының күнәсін алады да осыған тастайды екен де, болды Құдай сақтасын. Сонымен бүкіл амалы жойылып, Құдай сақтасын отқа тасталып кетеді екен. Сол үшін тілмен де, қолмен де біреуге зұлымдық етуден сақ болу керек екен. Бұл бір мәселе айтып кететін мәселе. Егер сіз біреудің ар намысын таптап қойған болсаңыз, немесе біреуді хақысына кіріп қойған болсаңыз, барып кешірім сұрауыңыз керек. Өйткені хақы екі түрлі болады. Алла тағала мен пенденің арасында хақысы болады. Алла тағала қаласа пендесінен кешіріп жібереді. Намаз, зекет, қажылық, ораза сынды амалдарды. Бір адамдардың өзара хақысы болады. Жасалған зұлымдық болатын болса, ана адам оны кешпей, Алла кешпейді екен. Сол үшін адам баласына әрқашан тіліне, өзінің жаңағыдай өзіне қатты көңіл бөлу керек. Біреуге зұлымдық етпеу керек. Сол секілді өзге ұлт болсын, өзге дін өкілдері болсын, оларға да зиян беруге болмайды. Құранда «Уәлә тәсуббулләзина йад'уна мин дунилләһ» дейді. Алла тағаладан басқаға құлшылық ететін, дұға ететіндерді балағаттамаңдар дейді. Олар да Алла тағалаға жаңағыдай білмеген халде жаман сөздер айтуы мүмкін дейді, құрметті ағайын. Сол үшін ешқашанда біз адам баласына жамандық жасамау керекпіз. Өйткені бұл мұсылманның сипаты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды білеміз, көкесі Хамза ибн Абдул-Мутталиб, Алла разы болсын, Ухуд шайқасында Уахши деген, кейін исламды қабылдаған қара тәнді, ол кезде құл еді, азаттығы үшін не қылды? Хамзаны шахид қылды. Найза атты қашып тығылып жүріп, тіке келе алмайтын. Бірақ пайғамбарымыз не қылды? Оны да кешіріп жіберді. Жамандық жасаған жоқ. Сол үшін мұсылман адам кешірімді, әрқашанда қолынан келген тек жақсы амалдар жасайтын бұл шынайы мұсылман, құрметті ағайын. Енді тоқтала кететін мәселе, жалпы мұсылманның бойында табылу керек болған бірнеше амалдар бар, құрметті ағайын. Соның ең біріншісі көркем мінезді болу керек. Алла субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Ва иннака лa'ала хулуқин азим». Сен ұлы мінез ақылақ иесісің дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға. Бағана аятымызда сол мінез ақылақ қандай дегенде көркемдік қай жерде тұр? Пайғамбарымыздың жұмсақтығында да, құрметті ағайын. Бірде яһуд қауымы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыз үйінде тұрған кезде келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға келді, «Ассаламу алейк» деп айтты. Ол деген нәрсе саған өлім болсын. Ассаламу деген бөлікті, ассам деген бөлік. Ассам деген өлім деген нәрсе. Сонда Айша анамыз естіп тұрған Айша анамыз не қылды? Ашуланды да. «Ва алейкумуссалам ва ләъна» деп жауап берді. Сендерге өлім болсын және лағнет болсын деп не қылды? Айша анамыз қосып айтты да. Бұны естіген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Ей Айша, асықпа деді, не деп жатсың?» деді. «О Алланың елшісі, көрмейсіз бе, сізге не деп жатыр олар?» деді. «Сізге өлім тілеп жатыр» деген кезде, «О Айша, мен де оларға тілегенін тіледім. Ва алейкум деп айтам, сендерге де не тілесең, сол деп айттым» дейді. Пайғамбар жұмсақ жауап берді, және айтты да: «Ай Айша, жұмсақты қай нәрседе болса оны әдемі, көрікті етеді. Қай нәрседен кететін болса оны не қылады? Көріксіз қылады» деп не қылды? Жауап берген да. Пайғамбардың мінезінің ақылақ қандай? Осы жұмсақтығында болды, құрметті ағайын.
Сол үшін біз әрқашан жұмсақ бола білуіміз керек. Умар ибн Хаттаб, Алла разы болсын, сахабалар айтатын болған, Хаттабтың есегі исламды қабылдаса да, Омар қабылдамайды деп айтатын болған да. Өте қатыгез адам болған да. Кейде айтасың ғой, мен мінезім сондай енді. Қайтесің етпейсің ғой. Жоқ, мінезді реттесең болады. Сен өзің ерік берме. Ерік берсең адамнан шығып кетіп қаласың. Мен осындаймын дейді. Сен ондай емес. Ертең басыңа күн түсетін болса, Құдай сақтасын. Бір сырқат келетін болса, кім екенін танып аласың өзіңді. Сол адам баласына әрқашан өзіне ерік бермеу керек. Әрқашан нәпсін тәрбиелеумен болу керек. Барынша жұмсақтық қасиетті бойына сіңдіру керек. Өйткені бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Айша анамызға өсиеті, ол барша мұсылмандарға өсиет, құрметті ағайын. Yana bir мәселе әділ болу керек. Екінші мәселе әділ. Әділдік деген нәрсе адамның барлығы өзгелерден әділдік талап етеді. Бірақ сен әділсің бе өзің? Мәселе осы да. Алла субхану ва тағала Құран-ы Кәрімде ақиқатында Алла әділдікті, ихсанды және ағайынға қайырласуды бұйырады дейді. Бұл жерде Алла субхану ва тағала әділдікті дейді. Адамдарға жақсылық жасауды, ағайын туысқандарға жақсылық жасауды бұйырады дейді. Қараң. Бұл Алланың әмірі да. Сондай-ақ арсыздықтан, қарсылықтан, жамандықтан және де адамдарға зиян келтіруден қайтарады дейді, құрметті ағайын да. Сол үшін бұл жерде адам баласы әділ болу керек. Алланың әмірі да бұл. Өзің әділ, отбасыңа әділ бол, бала-шағаңа әділ бол, ағайын туысқандарың арасында әділ бол. Қандай бір мәселе болатын болса, әрқашан әділі жолды ұста. Алла субхану ва тағала инналла юхиббул муқситин дейді. Алла субхану ва тағала әділ етушілерді жақсы көреді. Алланың сүйген құлдарының қатарында боласы, құрметті ағайын. Және де адам баласы бауырмашыл болу керек. Бауырмашылық. Өкінішке орай, бағана айтып кеттім мен сөз басында. Біз қазақ халқы Ханафи мазхабы Матурidi ақидасын ұстанған халықпыз. Ата-бабамыздан келе жатқан. Біздің үнемі айтам, ұлттық құндылықтарымыз бар, құрметті ағайын. Ата-бабаларымыз бұрысын шығарып тастаған, дұрысы қалған. Қатты мән беріңіздер да. Сол ұстанымда біздің ата-бабамыздың ауызбіршілігі берік, мықты болды. Бұны Совет өкіметінің кезінде, Совет өкіметінен кейін егемен алғанның алғаш жылдарында көрдік та. Бірақ кейін неғып кетті, кейін біздің бауырмашылығымыз азая бастады. Бір мешітте намаз оқисың, бір имамға үйисің, кітабымыз Құран, Раббымыз Алла, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, бірақ жүрегіміз бауыр емес та, Құдай сақтасын. Қаяқтан келді? Бұл, құрметті ағайын, дінді қате түсінуден және дінді дұрыс емес орындарын алудың нәтижесінде осы нәрселер болды, құрметті ағайын. Сол үшін мұсылман адам не? Біріншісі әділ болу керек. Екіншісі, құрметті ағайын, мұсылман адам бауырмашыл болу керек. Және де мінез ақылақы жұмсақ болу керек. Сол үшін әрқашанда бауырмашыл болу керек, құрметті ағайын. Құрметті ағайын, мынау сөз соңында айтатын бір мәселе, әрине бұл тақырып, үлкен тақырып. Айтым келіп тұрған мәселе, мұсылман адам әрқашанда мінез жұмсақ болу керек, өзгелермен жақсы қарым-қатынаста болу керек, өзгелердің айыбын емес, өзінің айыбын көре білу керек, әділдікті өзгелердің талап етуден алдын өзінің әділдігіне көңіл бөлу керек, өзгелердің тәрбиесіне көңіл бөлуден алдын өзінің тәрбиесіне, өзінің отбасының тәрбиесіне, өзіне қоршаған ағайындарға деген еңбегіне қарау керек, өзгелерге қараспайды деуден алдын өзіңіз туысқандарыңызға, бауырларыңызға, ата-аналарыңызға қарасып жатырсыз ба? Олардың хал-ахуалын біліп жатырсыз ба? Әркім өзіне есеп берсе, иншалла біздің бауырмашылығымыз да, біздің ағайындығымыз да, біздің ынтымағымыз да, құрметті ағайын, керемет болады. Сөз соңында айта кететін мәселе, құрметті ағайын, әрқашанда адам баласы тақырыптан бөлек біз еңбекқорлық деген мәселені ұмытпау керек. Адам баласы, қазақта әдемі сөз бар, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей дейді. Еңбек түбі зейнет деп қазақ айтқан. Сол үшін адам баласына әрқашан еңбек ету керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям еңбек ететін қолдарын жақсы көрген. Қараңызда. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынау қарны қатты үлкендерді ұнатқан емес. Неге? Ол жалқаулықтың белгісі деп есептейтін болғанда. Сол үшін Алла субхану ва тағала әрбір азаматқа берген несібесі бар. Сол несібесін адал жолмен еңбек ететін болса, Алла тағала не қылып қояды, берекесін беріп қояды. Алла елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін, ауызбіршілігімізді мықты етсін. Алла тағала әрқашанда бауырмашылығымызды мықты етсін. Алла субхану ва тағала елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Алла тағалам
бар жақсылықты елімізге нәсіп етсін. Алхамдулилlah Rabbil Alamin. Ва салату вассаламу ала Расулилlah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.